Баршаларыңызға сәлем. Бүгін өте керемет жасалу оңай заварной крем жасайтын боламыз. Бұл кремдерді Наполеон, медовик сияқты торттарға қолдануға болады. 500 мл сүтті орташа отқа қойып қоямыз. Оған дейін 2 жұмыртқаға 200 грамм қантты, 40 грамм крахмалды салып араластырамыз. Массаны кез келген затпен араластыруға болады. Бастысы бір келкі бірігуі қажет. Енді осыны қайнайын деп тұрған сүттің үстіне құйып отырып араластырамыз. Сүт енді қайнай бастаған кезінде ақырындап құйып отырып үздіксіз араластырамыз. Сол кезінде өзі қоюлана бастайды. Оттың астын ең төменге қоямыз дағына 100 грамм сары майды салатын боламыз. Сары майды салғаннан кейін ерігенге дейін біраз араластырамыз. Одан кейін оттан алып суытамыз. Басқа бір ыдысқа құйып, пищевой пленкамен контакт болып тұратындай қылып жабамыз. Суығаннан кейін барып қана қолдануға болады. Өте керемет және де қарапайым крем, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоға лайк басып, міндетті түрде сақтап алыңыз және де пікірге жақсы сөздеріңізді жазыңыздар.